Ең алғашқы адам әрі ең алғашқы пайғамбар адам аты жайлы не білесіз? Біз 28 күнде 28 пайғамбардың өмірбайын айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллах Тағала Әзірел періштені алып келген топырағына адам атаны жәннатта жаратады. Кейін адам атаны жаратқаннан кейін барлық періштелерге, жәннаттағы жаратылыстарға адам атаға сәжде етіңдер дейді. Барлығы сәжде етеді, тек қана бір ғана жаратылыс ол сәжде етпейді. Ол не? Ол Іблис алейхи-лағнат. Осылайша Іблис тәкаппарланып адам атаға сәжде етпей, және Аллах Тағаланың лағнетіне ұшырап жәннаттан шығарылады. Кейін сол кезде Аллах Тағала адам атаның сол жақ қабырғасынан Хауа анамызды жаратады және екеуін айтады: шайтан, сендердің қас дұшпандарың, оған азғыруына ермеңдер, жәннаттағы кез келген нығметтен жеңдер, бірақ бір ғана ағаштың жемесіне тиіспеңдер дейді. Осы кезде шайтан қарап жатпай жәннаттың есігінің алдына келіп жас баланың кейпіне еніп алып ақырып жылайды екен. Оны естіген Хауа не үшін жылағанын сұраған кезде: мен сендерге жаным ашып жатыр. Не үшін деген кезде, өйткені Аллах Тағала сендерге осы ағаштан жеуге тыйым салды. Не үшін? Егер сендер ол ағашты жейтін болсаңдар, періштеге айналасыңдар және жәннатта мәңгілік қаласыңдар. Аллах Тағала сендердің жәннатта мәңгілік қалғандарында қаламайды дейді. Осылайша шайтан Хауаны азғырады, Хауаны адам атаны көндіріп сол ағаштың жемісінен жейді. Осылайша адам ата мен Хауаны жер бетіне түсірді. Хауаны қазіргі Меккенің қасындағы Жидда қаласына, ал адам ата Шри-Ланкадағы Адам деген тау бар, төбе, сол таудың басына түседі. Адам ата жәннаттың уақыты мен екінті мен ақшамның арасындағыдай қысқа уақытта қалған. Ол жердің біздің есептеуімізбен 100 жыл болады. Осылайша адам ата жер бетіне түскен кезде 100 жасында болады, және де 300 жыл сол Шри-Ланкада Аллах Тағала тәубе етіп өмір сүреді. Аллах Тағала тәубесін қабыл еткеннен кейін әмір етіп Меккеге келіп ең алғаш Қағбаны тұрғызады. Қағбаны білесіздер, ең алғаш періштелер, екінші адам ата тұрғызған. Осылайша сол Меккедегі Арафат тауында, Арафат жазығында Хауа анамызбен жүздеседі. Осылайша адам ата мен Хауа бірге Меккеде қажылық рәсімдерін жасағаннан кейін Индияға қайтып келеді. Адам ата мен Хауаның 40 баласы болады. Хауа 20 құрсақ көтереді. Әр құрсақта бір ұл, бір қыз егізден босанады. Осылайша бір ұлының егізін екінші ұлының егізімен үйлендіру арқылы, былайша айтқанда, пропорциямен балаларын үйлендіреді. Адам ата 1000 жасында қайтыс болады. 1000 жасына келген кезде оның ұрпақтарының саны 40 мыңға дейін жеткен дейді. Адам ата 1000 жасында қайтыс болады. Қайтыс болған кезде періштелер адам атаны кебіндейді және де адам атаның жаназасын оқыған екен. Адам атадан кейін 1 жылдан кейін Хауа анамыз да қайтыс болады. Ақпарат пайдалы болса, парақшаға тіркеліп кетіңіздер және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Ертең біз екінші пайғамбар жайлы ақпарат айтатын боламыз.